оқиға 2024 жылы мен универді бітірген кезде болған оқиға. Ол кезде менімен шамалас құрбым бар еді. Ол екеуміз бір универге түскен едік және де бір үйде тұрдық. Біз оқуды аяқтаған соң құрбым үйіне қайтатынын айтты, бірақ мен оны жібергім келмеді. Біз бірге жұмыс істейік, көп ақша табайық дедік. Сол күні түнде құрбым екеуміз ұйықтап қалдық және де таңертең жұмыс іздейміз дедік. Таңертең құрбым оянып, жұмыс іздейік, жүр деп мені оятты және де біз киімімізді киіп жұмыс іздеуге қалаға шығып кеттік. Қуанышқа орай біз өзіміз тұрып жатқан квартираның артындағы больницада жұмыс жасайтын болдық. Бұл біздің жұмыс жасап жатқан бірінші күніміз еді және де біз бүгін кезекшілікте қалатын болдық. Негізі кезекшілікте бүгін мен қалатын едім, бірақ құрбым маған серік боламын деп менімен бірге больницада қалуды шешті. Біз кешке ауысымға қалдық, бірақ та біз қатты қорықтық, себебі больницаның іші өте суық еді. Бір мезетте құрбым терезеге қадалып қарап қалды. Дәл сол мезетте мен де терезеге қарадым. Біз ол жерден бір мақұлықтың бейнесін көрдік. Сол мезетте мен алдыма қарамай жүгіріп қаштым. Бір кезде мен қатып тұрып қалдым. Мен құрбым қайда дедім және де артыма қараған кезде маған әппақ киініп алған, шашы қап-қара, көзі, аузы қап-қара бір нәрсенің қарап тұрғанын байқадым. Дәл сол мезетте мен больницадан жүгіріп шығып кеттім, бірақ та мен ол уақыттан соң құрбымды ешқашан да көрген емеспін. Мені бұл әлі күнге дейін мазалайды. Сол түні не болды? Құрбым қайда кетті?